беш бармақ қырғыздың бас тағамының атауы және қазақтың бас тағамының орыс тілінен ауысып қалыптасқан атауы. Қазақ арасына орыстарға тілмаш боп келген татар башқұрттардың қамыр қосып тартқан етті қолмен алып қабылдауын білдіретін беш бармақ деген атаумен байланысты қалыптасса керек. Соңғы бірнеше ондаған жылдар ішінде басқа халықтардың, әсіресе орыстардың айтуымен қазақша еттің жалпы атауы ретінде қолданысқа еніп кеткен. Шынтуайтында қазақ даласындағы патшалық әкімшіліктің жергілікті шенеуніктерінің ет тағамын кемсітіп атауы. Қазақ ешқашан қонағына тартқан етін бұлай атамаған. Қазақ халқына салт-дәстүр, әдет-ғұрып жағынан өте жақын халықтардың бірі қырғыз халқы. Міне сол қырғыздар да біз сияқты ет асып жейді, және етті біз сияқты қолмен жейтін болғаннан соң беш бармақ деп атайды. Қырғыздар аяқты бұт, қол саусақтарын бармақ дейді. Соны естіген өзіміздің кейбір сөз мағынасын түсінбейтін сауатсыз қазақтар да осы сөзді қолданып беш бармақ деп жатады. Негізі қолда саусақтар болады, ал аяқта бармақтар болады емес пе? Кім аяғымен ет жегісі келеді? Егер қолмен жегенді меңзегісі келсе, неге бес саусақ деп атамаған? Бұл жерде сол ұлттық салтты кемсітуден туған қитұрқылық басым ба деймін. Қазақтар жай ғана ет асу деп атаған.